Біздің облысымыз бен қаламыз коронавирус инфекциясының жайылу жағынан жасыл аймақта орналасқандығына қарамастан, алдын алу шараларын сақтау жөніндегі талаптар сол күйінде сақталады. Ал бұзушыларды әкімшілік жауапқа тартуды жалғастыруда. 25 және 26 наурызда мониторингтік топтармен 10 рейд өткізіліп, 150 нысан тексеріліп, 5 бұзушылық анықталды. Жұмыс орнында қорғайтын маскасыз жүрген. Осындай бұзушылықтар 21, 22 және 23 наурызда тексеру барысында анықталды. Іс-әрекеттегі карантиндік әрі шектеу шараларының сақталуын бақылау көрсеткендей, рейдерліктер оларды бұзуды жалғастыруда. Әсіресе ол кәсіпкерлік іс-әрекеттің нысандарына қатысты. Шағын және орта бизнес өкілдерін облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысымен белгіленген санитарлық нормаларды бұзбауға шақырады. Коронавирус инфекциясының жайылуының алдын алу мақсатында барлық тұрғындардан әлеуметтік қашықтықты, маска режимін сақтауды, қолдарын дезинфекциялық құралдармен жуып отыруларын сұрайды.